Армысыздар, аса құрметті қазақ жұрты. Біз бұл дәрісте сұранысқа әсер ететін факторлар мен сұраныс қисығының жылжуын қарастырып өтеміз. Сұранысқа әсер ететін факторлар олар: бірінші баға, екінші тауардың типі, одан кейін тұтынушылардың табысы, тұтынушылардың саны, күтілетін жағдайлар, инфляция болуы мүмкін, мемлекет саясаты болуы мүмкін, тағысын тағы сондай бір баға қымбаттап кетеді деп қорыққаннан жұрт консервный банкаларды көп қылып алуы мүмкін, сол сияқты. Одан кейін тұтынушылардың дәстүрі, әдет-ғұрыптары, талғамдары болады, тауардың пайдалылығы мен сапасы болады, және де жарнама. Одан кейін жыл мезгілдері. Осылар. Енді сұраныс қисығының жылжуын қарастырып өтетін болсақ, балама тауардың бағасының өзгеруі, ол өсуі мүмкін, төмендеуі мүмкін. Егер балама тауардың бағасы өсетін болса, онда сұраныс қисығы оңға қарай жылжитын болады. Ал егер балама тауардың бағасы төмендейтін болса, онда сұраныс қисығы солға жылжиды. Енді толықтырушы тауардың бағасының өзгеруі. Егер ол өссе, сұраныс қисығы солға жылжиды, ал егер толықтырушы тауар бағасының төмендесе, онда ол сұраныс қисығы оңға қарай жылжиды екен. Тұтынушылардың табысы ше. Егер тұтынушылардың табысы өссе, онда сұраныс қисығы да оңға жылжиды. Яғни, тұтынатын тауар саны да өседі. Ал егер тұтынушылардың табысы азайса, былай логикалық түрге қарайтын болсақ, сұраныс қисығы солға қарай жылжиды. Сұраныс қисығының модаға байланысты қалай жылжиды екен? Егер тауар модадан шығып кетсе, сәйкесінше сұраныс қисығы солға жылжиды екен. Жарнама. Компания өз тауарларының жарнамасына кететін шығындарды көбейтсе, онда сұраныс қисығы көбінесе оңға қарай жылжиды екен. Егер тұтынушылар күтетін жағдайлар, мысалы тұтынушылар тауар бағасы жақын арада өседі деп ойлайды. Мысалы Қазақстанда доллар 400-ге шейін барады, одан кейін тауар өсіп кетеді деген ойлаған халайық қапшықтап ұн сатып алды, қапшықтап бидай, тағысын тағы, күріш, солардың барлығын сатып алды. Сәйкесінше сұраныс қисығы оңға қарай жылжиды екен. Негізі сұраныс қисығы тек оңға солға қарай жылжымайды. Ол оңға жоғарыға қарай жылжуы мүмкін, солға төмен қарай жылжуы мүмкін. Аса құрметті жолдастар. Әзірше осы дәрістің мәтіні мен презентациясын осы сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.